Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Біз ендеше ары қарай кеттік. Асыл деген сөз, асыл. Асыл деген негіз деген мағынаны береді. Қазақта асыл деген сөз бар да, ол қазақтың сөзі емес, арабтың сөзі. Асыл. Әсілінде деп сөйлейді ол. Қазақта әсіл деп те сөйлейді, жіңішке қылып та айтады. Содан кейін асыл, жуан қылып та айтады. Асыл ер деген адамның аты бар, Асыл хан дейді, асыл жан дейді. Осы асыл деген сөз бізге арабтан енген сөз екен. Итағат деген сөз. Ескіріп кеткен сөзге ұқсайды, көп біздің енді современный қазақтар көп біле бермейді ғой деймін, итағат ету деген. Атиғаллах ва атиғар расул, Құранда бар ғой, улил әмри минкум. Аллаға бағыныңдар, итағат етіңдер деген, бағыну деген, итағат деген, бағыну деген сөз. Аллаға бағыныңдар, ва расулихи, ва расул, ва атиғар расул, және елшіге бағыныңдар, ва улил әмри минкум дейді. Және өз араларыңыздан болған әміршілерге бағыныңдар дейді. Осы аятта итағат деген сөз айтылады. Итағат қазақтың сөзі екен, бірақ қазір енді ескіріңкіреп қалған. Дәрістер 13-ші, 14-ші дәрістер аша алмай отырмыз. Мен енді енгізем, 12-ке дейін ғана енгізген едім ғой. 13 пен 14 енгіземіз иншалла. Сіз бізде оқып жүрген шәкірт болсаңыз керек. Хайр, кеттік ары қарай. Тарап, атырап, екеуі де бар бізде. Тараф бір тарапында дейді. Соның көпше түрінде де атырап дейді. Бір атыраптарында бір ұсақты, бір сияқты атырап деген сөз. Тараф деген, бірақ енді арабтан енген кезде ф болып енген еді. Бізде көнеде қазақтың тілінде ф деген әріп болмаған ғой, п болып кете берген. Сонда тараф деген жекеше түрі де бар бізде, атыраф деген ол көпше түрінде жолықтырсақ болады. Кеттік ары қарай, ағза дейді ғой. Біз енді қазақтар көпше түрін ғана алғанбыз, ағза деп, оду ғой негізінде көпше, жекеше түрі оду. Оду алмадық енді, ата-бабамыз мүмкін сөйлеген шығар, енді оду дегенді білген шығар, жекеше түрін. Ағда енді ағза. Енді ғайын ол бізге енген кезде ғ болып енеді ғой. Ағза деген таза арабтың сөзі. Мүше деген сөз, оду деген жекешесі мүше, ағда деген мүшелер. Көп жағдайда біз көпше түрін алғамыз да, уәлиді көп алмағамыз, әулиені алғамыз, рухты көп алмағамыз, әруақты алғамыз деген сияқты. Уәлиді көп алмағамыз, әулие деп. Көп жағдайда қазақ көпше түрін ала берген. Қандай уақытта бұл прямой эфир болады, қай күндері. Мен енді аптасына бір рет жалғастырады иншалла. Мен өткен аптада мен Омырада болдым, кіші Қажылықта. Өткен аптада жалғаспай қалды. Енді бұдан былай қарай аптасына бір рет. Біз негізі жұмаға жоспарлап жүрген едік қой, сол ендігі сабағымыз жұма күні болады иншалла. Кеттік ары қарай. Ағзам деген сөз бар, патша ағзам деп қояды, ағзам. Ағзамның өзінің көп жеке өз алдына ағзам деп қолдана бермейміз, патша ағзам деп қоямыз. Алдына бір нәрсе міндетті түрде қосатын сияқтымыз, біздің қазақтар қазір. Содан кейін апат дейді ғой, әфәт. Тура арабтың сөзі. Айтып келмейді деген сияқты сөздер бар ғой қазақтағы. Қазақтың сөзі емес қой, афат деген ше, арабтан енген сөздеріміз. Енді бұның бәрі бауырлар тарих қой, бұған көз жұма қарауға болмайды. Тіл тарихы ғой, былайша айтқанда. Кез келген ұлт бірнеше ұстыннан құралады ғой өзі, тіл, соның біреуі тіл ғой. Осы тілдер бір-бірімен қабысып жатады екенде, мәселен, орыстан біз дәл әзір құтыла алмаймыз. Түбегейлі құтылған күннің өзінде сіздің тіліңізде орыстың сарқыншақтары қалады, міндетті түрде қалады ғой. Тура сол сияқты біздің ата-бабаларымыз діни жолда болған ғой. Сондықтан мына айтып отырған әр сабағымызда 100 сөз жоспарлап отырмыз ғой, қазаққа еніп кеткен. Бұл не үшін енді деп ойлайсыздар? Бұл ислам арқылы енген ғой, осында дін арқылы енгенде. Бұл жерде енді бірақ мына сабағымыз
дінилендіру сабағы емес, және арабтандыру сабағы емес. Соны біліңіздер. Мен мәселен орыстың тілі жайында айтатын болсам, мен орыстандырып жатқан жоқпын ғой сіздерді. Мәселен дегенімде сол сияқты. Енді осы бірақ бұл біздің тарихымызда, тілдің тарихы ғой, былайша айтқанда. Бұдан қашып құтыла алмаймыз, бауырлар. Мәселен апат, ондай болса апат деген сөзді айтпайық. Апат, афат. Осы апат деген сөз бізге арабтан енген екен де. Тегін онлайн курс басталып кетті. Түсінбедім мен. Бұның барлығы тегін ғой. Ақылы оқитын болсаңыз, ақылы жазылсаңыз болады. Ол басқа тақырып, басқа жерде өтіледі. Ол кәдімгі Quran.kz деген біздің портал бар. Сол жерде 3 бағыт бойынша сабақтар болады. Оған бөлек жазылсаңыз болады. Бұл тікелей эфиріміздің бәрі тегін ғой. Абзал енді. Фазыл деген сөз бар ғой. Фазыл хан дейді, фазыл бек дейді. Фазыл деген ол артықшылық деген мағынаны білдіреді. Артық. Фазыл хан деп қоятын болса қазақтар баласына, өзгелерден артық болсын деген мағынада қоятын болған ғой адамның атын ше. Абзал деген ол да адамның аты бар бізде. Тек қана адамның атына ғана байланысты емес, кәдімгі бізде кәдімгі абзал деген тіл бар, сөздік бар, сөз бар кәдімгі абзал деген. Артық деген мағына, абзал деген артық деген мағына. Қарар деген қызық да, мәселен өзіме осында қарар бар ғой, бүгін қызық болды өзіме. Кәдімгі документтерде бар ғой, қарар шығарады ғой. Сол арабтан енген екен де, бізде қарар деген сөз. Иқбал етіпті деген. Қызық па? Қызық. Акбар. Кабир деген сөз бар, кәбір деп қояды. Осы Алматыда сүндетке отырғызатын Нұрлан Кабир деген бар, білесіздер ме? Нұрлан Кабир деп қояды. Қай Нұрлан десе, Нұрлан Кабир дейді. Кабир деген енді здоровый жігітті, өзі көргендеріңіз болса, содан кейін сүндетке отырғызады өзі. Балаларыңызды апарсаңыздар, сүндетке отырғызады. Нұрлан Кабир деп қояды. Кабирді де қолданамыз да біз, бірақ ескіріп кеткен ғой. Акбар десе көбірек білеміз де. Өйткені намазға азан айтқан кезде, қамат айтқан кезде Аллаху акбар дейді ғой. Сол акбар дегенді көбірек білеміз де, кабирді онша біле бермейміз де. Ал енді тәкаппарлық дегенді білеміз де. Кибір деген ол. Тәкапбур деген біз қазақтар өз мағынасында түсінеміз де. Тәкаппарлық деген. Акбар енді бізге қазаққа енген сөздердің бірі екен. Жаңадан келген кісілер болса, бауырлар, бұл эфиріміз өткен жолғы эфирлердің жалғасы ғой. Біз әр эфирімізде 80 сөз, 100 сөз, 120 сөзге дейін сіздерге дайындап отырам деп уәделескен едім. Сол сабақтарымыздың бұл жалғасы енді. Қазаққа арабтан енген сөздер. Осы эфирімізде біраз көп 100-ге дейін сөзді талқылаймыз иншалла. Кеттік біз ендеше ары қарай. Икрам дейді. Акрам деген бізде енді ескіріп қалған сөздер ғой, бауырлары. Құрмет деген мағынаны береді. Икрам деген ше. Акрам деген қазақта еркек адамның аты бар, акрам деген. Икрам, акрам. Біз енді дәл осы икрам, акрам деген сөздердің мағынасын түсіне алмай қалған қазақтарымыз дәл қазіргі кезде құрмет деген мағынаны білдіреді, икрам деген ше. Ары қарай кеттік, бәтті деген сөз. Тура қазіргі современный арабтар қолданатын бәтті деп ше. Біз енді оны әлбетте дейміз ғой, әлбетте. Арабтарға бар әлбетте десеңіз, сізді түсінеді. Қазіргі современный араб сізді түсінеді. Әлбетте десеңіз. Ескірмеген, тура сол мағынасын жоғалтпаған сөздер ғой, әлбетте деген ше. О, әлбеттеден құтыламаймыз ғой біз. Әлбеттеден құтылу үшін біздің бүкіл тарихымыздың бәрін қопаруымыз керек. Жоқ, ойбай болмайды, алмаймыз, әлбетте деген сөз керек емес бізге деп. Басқа бір орыстардан көрейік, парсылардан көрейік деген дәл осы мағынаны деген сияқты. Үйтіп айта алмаймыз ғой, біздің ата-бабамыз осы сөзді бізге қалдырып кеткен осы.
айтып отырмық қой, әр сабағымызда 100 сөз. Әр сабағымызда 100 сөз мен жоспарлап отырмын, бауырлар, сіздерге осы мәліметтерді айтсам ба деп мен жоспарлап отырмын. Бір 7 сабақ, 8 сабақ бекен сондайға дейін жалғасса керек осы сабақтарымыз иншалла. Солай мен өзім жоспарлап отырмын. Мүмкін одан да көбейіп кетеді. Әр дәрісімізде, осы эфирімізде, әр эфирімізде 80 сөз, 100 сөзден талқылаған күннің өзінде дәл осы тақырыптағы эфиріміз бір 7-8 аптаға созылады. Әр апта сайын бір рет жоқсақ деп отырмыз ғой. Өте қызық мәселе де бұл ше. Ары қарай кеттік ендеше. Әлбетте кетті. Алгебра дейді ғой бізде, мектепте алгебра оқимыз ғой, әлжабра. Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым.